Ассаламалейкум достар. Оңтүстік Кореядан бізде ең қолжетімді автокөліктердің бірі келіп тұр. Бұл бізде Hyundai Sonata 2012 жылғы 2.500.000 теңге келді. Дәл осы қалпында. Егерде дәл осындай бюджетный автокөліктер қажет болатын болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазір қазақ номерге қанша шығатын бәрін есептеп айтатын боламыз. Ал енді көлікке келетін болсақ, екі объемды CVL мотормен жабдықталған. Барлығымызға белгілі Dons, CVL екеуі де бір мотор. Өте надежный дейді ғой. Газ десеңіздер, газда барлығын орнатып аласыздар, ол жағынан проблема жоқ. Достар, енді көлік 2.500.000-ға келді. Комплектация бойынша алдыңғы бізде галогенді оптика, туманник, штатный бізде дисктармен жабдықталған, повторители поворотников, бесключевой доступ. Ішкі салонына келетін болсақ, электропакет, плавающий сиденье, кожаның жағдайы өте жақсы, мінекей. Вин-код бойынша 2012. Салонға крик, пуш-стартпен от алдырамыз. Мультируль, сол жақта антизанос, эко деген режим бар, багажды ашатын баттырма, 134.000 оригинал километр жүрілген. Ешқандай айландырылмаған, 2012-ден бері осылай. Так, екі кілтімен мінекей. Орындықтарды жылытқыш, подстаканниктер, одан бөлек бізде кондер. Тек қана монитор ғана жетіспейді. Енді монитор деген қазір проблема емес қой. Қазіргі заманда Android кез келген орнатып ала бересіздер. Так, бардачок мына жақта бізде. Мінекей. Орындықтардың сапасы өте жақсы. Енді қолжетімді автокөлік болғаннан кейін барлығы керемет жұмыс істеп тұр. Автокөлігіміздің арт жағына өтетін болсақ, арт жағында міне подстаканник, подлокотниктармен бірге. Арт жағына егерде бір шана бірдеңе салатын болсаңыздар, осыны ашып, ұзыннан тыға бересіздер. Ағаш барлығын, кондер міне. Өте сенімді автокөліктердің бірі, Sonata жақсы ғой негізі. Багаж жағына келетін болсақ, Partronic, CVL екенін дәлелдеп тұратын бізде жазулармен бірге. Багажы өте кең, мінекей, үлкен. Астында домкрат, запаскасы, жап-жаңа күйінде құрал саймандары әлі ашылмаған. Герметикпен барлығы бізде заводской. Заводской окрасса қателеспесем, есімнен де шығып кетті уже. Клиентке тексерген кезде айтқан болатымыз. Родной окрасса осындай Sonatаларды алсаңыздар болады. Ал енді алдыңғы капотынан келетін болсақ, мінекей CVL мотор. Еш жеріне май ағып тұрған жоқ. Так, мына аккумулятордың бірдеңе түскен секілді, соны тазалап жіберу керек. Тақылдап тұрған ешқандай жері жоқ. Достар, енді 2.5-ке келді Алматыға дейін. Ол сумманың ішінде көлік, доставка, услугасы қосылған. Одан бөлек келген сәтте жобамен бір 900.000 теңге төлейсіздер. Транзитке дейін. Утилизбор объем 2 болғандықтан 756.875 теңге төлейсіздер. Первичка 2.162.250 теңге төлейсіздер. Сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500.000 теңге. Сонымен қазақ номерге жазып кеттім, қаншаға шығатын. Қалай ойлайсыздар, өз бағасына лайықты ма, лайықсыз ба? Пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Енді батыста көбісі транзитпен айдайды. Бұл автокөлікті де транзитке шығарып, сонымен егесі айдап кетеді, немесе автобуспен алғызады. Достар, мінекей, бір ай көлемінде келді автокөлігіміз Корея мемлекетінен. Егерде сапалы көліктер қажет болса, Алаш экспорт компаниясы әрдайым сіздерге қызмет көрсетуге дайын. Бізде WhatsApp группамыз бар, соған қосылып қойсаңыздар болады. Астында мен WhatsApp номерімді қалдырдым, соған жазып қойыңыздар, группаға қосшы деп. Немесе YouTube, TikTok, Instagram, барлық жерде бармыз. 4 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Бүгіндікке 4 машинамыз келді, мына Sonatаны сіздерге видеоға түсірдім. Сатылымда бізде Hyundai Grandeur бар, жолда келе жатқан K5-лар бар, сосын Toyota Camry де бар.